Менің аты жөнім Садбеков Арман Мейрамханұлы. Олимпиадалық даярлау орталығында әйелдер күресінен жасөспірімдер арасында аға жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Өзім еркін күрестен спорт шеберімін. Күреске 5 жылдай өмірімді арнадым. Күрестің ұлттық құрамада болдым. Қалалық республикалық жарыстарда жеңімпаз жүлдегер болдым. 2022 жылдан бастап Олимпиадалық даярлау орталығында жұмыс істеп келе жатырмын. 3 жылдай уақыт болды. Осы жылға бізде нәтижелеріміз өте жақсы болды. Спортшыларымыз Азия чемпионатынан, әлем чемпионатынан жақсы нәтижелер көрсетті. Жалпы командалық есепте әлем чемпионатына 3-ші орынға ие болдық. Алдағы мақсатымыз келесі жылға Азия чемпионын берсек па деген ниетіміз бар, әлем чемпионын берсек па деген. Осы жылға бізде әлем чемпионатынан 3 қызымыз жүлдеге таласты және 3-ші орынға ие болды. 46 килограммда Қуанышбек Медина, 57 килограммда Сыратан Анна, 65 килограммда Тілеухан Ұлдана. Өте жақсы өнер көрсетіп, әлем чемпионатында бізді қуантты. Әйелдер күресі болғаннан әрине жасөспірім қыздар негізі өте қиын, қыз балалармен жаттықтырушы болғаннан кейін өте қатал болуға тырысамыз. Режим ұстаймыз, сбор бойы қадағалаймыз. Жаттығуда да жақсы қатал болуға тырысамыз. Жаттығудан кейін енді басқалай болады ғой. Жұмысымызға былай жалпы айтқан кезде қаталмыз. Соның арқасында деп ойлаймын, енді бізде қазір спортшыларымыз жақсы нәтиже беріп отыр. Мен өзім Жақсылық Үшкемпіров атындағы Семей қаласы бойынша номер 1 балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Оның алдында бірінші жаттықтырушылық Абай облысы, қазір Жарма ауданы Тұрылханов атындағы спорт мектебінен бастаған. Ол жерде ұлдар да болды, қыздар да болды. Енді Шар қаласында жұмыс жасап бастаған. Қазақстан чемпионатынан орын алып отқан спортшыларымыз болды. Кейіннен жаңағы Семей қаласына Жақсылық Үшкемпіров атындағы спорт мектебіне ауысып, бұл жерге тек қана қыздардың несіне ауысқан болатын. Осы күнге дейін жұмыс істеп келе жатырмын. Ұлдар да бар, қыздар да бар. Бастапқы мақсат сол тарихты бір жаңарту ниетіміз бар. Спортшыларымыз жаман емес. Өзім 22 жылдан бастап жұмыс атқарып келе жатырмын. Ендігі келесі жылдары жақсы нәтиже беруге тырысамыз. Олимпиадалық даярлау орталығының басшылығына, әріптестерімізге барлығына үлкен рахмет. Қандай жарыс дейді, қандай оқу жаттығу жиыны болсын, бару керек болса барлық жерімізге барып жатырмыз. Дәрумендер болсын, витаминизация болсын, любой жағынан проблема жоқ. Экипировка, форма болсын, уақытылы беріп отырады. Тек қана алғысымызды айтамыз басшылыққа. Бізде осындай Қазақстанда Олимпиадалық даярлау орталығы өте жақсы жұмыс атқаруда.